Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге қалай товарды, бір айдан асып кеткен товарды қалай ақшасын возврат жасау керек екенін көрсетемін. Ол үшін личный кабинетімізге өтеміз және де мына үстіндегі настройкаға басамыз. Және де мына жердегі обратный связь дегенге басамыз. Сосын үстіндегі мына жерде про доставку, возврат денег дегенді басамыз. Бізге тауып алуға өткізеді мына жерде, күтеміз. Және де бізге осындай пункттар шығады. Мына біріншісін басамыз, возврат средств дегенді. Және де осы жерде қай товарыңыздың ақшасын қайтарыңыз келеді, соны осы жерден белгілейсіз. Мен мына товардың ақшасын қайтарғым келеді, мынаны выбор дегенді басамыз оранжевыйды. Және де мына оранжевыйды кнопканы басамыз. Мен мынаны қайтарғым келеді. Және де мына точканы басамыз. Сосын оранжевый кнопкамызды басамыз. Мына жерде мына галочканы басамыз. Мына жерде товар алдыңыз ба, алмадыңыз ба, осыны басамыз. Үстіндегін басамын біріншісін, не получено деп. И оранжевый кнопкамызды басамыз. Мына жерде екіншісінде, мына үшіншісін таңдады мен. Оранжевый кнопканы басамыз. Жерде осыны басамыз, оранжевый кнопканы. Енді мына жерде мына сумманы жазамыз. 108.00. Және де 11 юаньды доставкаға төлеген ақшамызды жазамыз. Одан кейін мына жерде жазсаңыз болады. Причинасын, не үшін возврат жасағыңыз келеді. Жаздым. Енді оранжевый кнопкамызды басамыз. Міне біздің претензиямыз жіберілді. Енді күтеміз. Продавецке міне осындай уведомление барды, чтобы возврат жасау үшін. Содан кейін продавец маған жазды. Мне очень жаль деп, сосын мен жаздым. Верните, пожалуйста, деньги. Я уже месяц жду. Хорошо деді. Сосын маған Alipayға ақша қайтарды. 19 юаніміз сағат 11:09-да 28 февральда мінекей қайтарылды, сразу қайтарды. Бір 10-15 минуттың ішінде маған ақшамды қайтарды. Осылайда сіздер егер товарларыңыз бір айдан асып кетіп, продавец ақшасын продавец товарды сізге жібермей жатса, осылай возврат жасап ақшаларыңызды қайтарып алуға болады.